Серхат Хаялдың мұғалімін ұрып соққандықтан уақытша қамауға алынады. Ертесіне Серхаттың адвокаты мен Зейнеп келеді. Серхатты босатады. Адвокаты: ол мұғалім шағымын алды дейді де кетіп қалады. Зейнеп: ал маған рахметің қайда дейді. Ол мұғалімді мен көндіргем арызын қайтаруға. Серхат: саған ешкім көмектескен жоқ. Мен тек Хаял үшін жасадым дейді Зейнеп. Зейнеп Серхатқа: ол мұғалімнің ешқандай күнәсі жоқ, ол емес дейді. Я, татуы бірдей. Ол Хаялды жаттықтырып жүргенде Берактың татуын көріп ұнатқан. Оны Берак алып тату жасатуға алып барған. Сенің әйеліңнің татуында сан бар, 10-12, ал мұғалімде бұл сандар жоқ дейді. Серхат: оның шын айтып тұрғанын қайдан білейін дейді. Зейнеп айтады: ол сенің әйеліңде жұмысы жоқ, өзінің сүйіктісі бар дейді. Егер оған да сенбесең, оған байқатпай шашының 3-4 талын алдым, ДНК тестін жасатып көр дейді. Серхат қызы Хаялдан келіп кешірім сұрайды. Мен бір жайды қате түсіндім, білместіктен болды дейді. Хаял: сен мені ұятты қылдың. 1 жылдық дайындығымның шырқын бұздың, сені жек көрем дейді. Илким да бөлмесінен шығып, анамның орнына комада сен болуың керек еді дейді. Кешкісін Серхат далада ішімдік ішіп отырады, жанына Зейнеп келеді. Серхат Зейнепке: мен қыздарымды аналарын жеп көріп кетпесін деп, оның не істегенін қыздарымнан жасырып, қайғырмасын деп, қолымнан келгенін жасап едім. Ал енді олар мені жек көреді. Илким, анамның орнында сен болуың керек еді деді. Зейнеп: жоқ, қыздарыңыз сізді жек көрмейді. Тек қазіргі жағдайда жанында бірге болса дейді. Бізді құшақтап, бірге қайғымызды бөліссек дейді. Серхат: маған опасыздық жасаған әйелге жылауым керек пе? Зейнептің қолынан ұстап: мен оған ешқашан опасыздық жасамағанмын дейді. Ертеңгісін Серхаттың анасы: Хаялдың туған күнін қалай жасаймыз? Жағдайымызға қарап ел-жұрт не дейді? Серхат: ел-жұрт айта береді. Оның үстіне Берак алдын ала ұйымдастырып қойған екен дейді. Зейнеп қыздарды ауруханаға анасының жанына келеді. Илким: әкем бізден бұрын келген сияқты, анамның сүйікті лилия гүлін келіпті. Хаял: ана, бүгін менің туған күнім, жанымда болғаныңда ғой дейді. Сенің тез оянуыңды күтіп жүрміз. Хаял мен Илким шығып кеткен соң, Кадер ішке кіріп: анашым, мен сені жақсы көремін, саған ренішім жоқ деп қолынан сүйіп кетеді. Мен тағы да келемін дейді. Отбасы Хаялдың туған күнін тойлайды, барлығы сыйлығын береді. Кадер де құттықтап өз сыйлығын табыстайды. Хаял былтырғы анасымен өткен туған күнін көріп жылап қалады. Джиханның серіктесі Тибет те туған күнге келеді. Серхат: негізі туған туысқандар ғана шақырылған еді дейді. Тибет: неге? Мен де сендердің туысқандарыңдай болып кеттім ғой дейді. Кадер анасының видеосына қарап қызығып тұрады. Сол сәтте Джан келіп қалады. Кадердің жанына келіп: сен мұнда қалай келдің дейді. Мені Зейнеп әпке әкелді. Анаң кім дейді. Маған айтуға болмайды дейді Кадер. Серхат: сенің кім екеніңді біле ме дейді Джан. Кадер сөйлемей кетіп қалады. Зейнеп Серхаттан: Кадерді көрмедіңіз бе дейді. Жоқ, мұнда келмеді. Зейнеп: неге Хаялдың құрбылары келмеген дейді. Серхат: Хаял тұйықтау, ешкіммен араласа бермейді дейді. Зейнеп: таңертең әйеліңізге гүл апарыпсыз, қыздар көріп қуанып қалды дейді. Серхат: жоқ, мен барған жоқпын дейді. Қыздар әкем әкелген шығар деп еді, мүмкін достар әкелген болар дейді Зейнеп. Серхат ойланып қалады. Серхат Беракқа қараушыға қоңырау шалады. Мен саған айтып едім ғой, бөтен адам келсе айт деп. Сіздің отбасыңыздан басқа ешкім келмеді дейді. Жоқ, біреу келіп гүл әкеліпті дейді Серхат. Соны маған біліп бер кім екенін дейді. Зейнеп Кадерді іздеп жоғарғы қабатқа келеді. Байқамай жиналып тұрған кітаптарға шалынып қалады. Арасынан пилатес кітабы шығады. Ішінде телефоны бар. Бұл не дейді? Телефон құлыпта болады. Зейнептің есіне түседі. Серхат айтқан Берактың татуындағы санды 10-12 санын теріп ашады. Берактың телефонында тек бір адамға бірнеше рет қоңырау шалынған екен. Зейнеп сол нөмерге қоңырау шалады. Тұтқаны әлдекім көтергенде дәл осы Хаялдың туған күн кешіндегі дауысты естиді. Сонда Кадердің әкесі дәл осында дейді Зейнеп. Лезде далаға шығып, қайтадан қоңырау шалып іздей бастайды. Кадердің әкесі осында дейді. Осындағылардың біреуі деп Зейнеп тағы да қоңырау шалады. Бірақ телефонды ешкім көтермейді, өшіріп тастаған. Зейнеп Серхатқа барып айтайын деп келеді. Артынан Джихан келіп: Зейнеп не болды дейді. Зейнеп: Кадердің әкесі осында, Серхат бейге айтуым керек дейді.
Джихан кім екен әкесі дейді. Білмеймін, бірақ осы жерде дейді Зейнеп. Сен Серхаттың қазіргі жағдайын білмейсің. Намыстанған еркек бәріне барады. Тапаншаны тығып қоймасам кім біледі не істейтінін. Сол үшін маған бар білгеніңді айт, ол менің ағам дейді. Зейнеп Джиханға кітаптың арасынан телефон тауып алғанын және ол жерде бір номерге қоңырау шалынғанын айтады. Джихан, былай істейік, бұл номер кімнің атына тіркелгенін мен тексерейін, ал сен Серхатқа ештеңе әзірге айтпа дейді. Зейнеп, жоқ, мен оның әйелі сияқты өтірік айта алмаймын. Бүгін Кадырдың әкесі кім екенін білуім керек дейді. Седев қыздардың жанына келіп, қыздар қалайсыңдар, мен сендердің аналарыңның құрбысымын дейді. Илким, анамыздың барлық құрбысын танимыз, бірақ сені көрген емеспіз, сен жайлы айтпаған дейді. Седев, иә, Биракпен біраз болды араласпай кеттік. Илким, ал әкеммен араларың жақын ба дейді. Седев, біз тойда көріскенбіз дейді. Илким, өтірік айтып тұрсың. Анам суға батқан күні әкеммен ат алаңында сөйлесіп тұрғаныңды көргенбіз дейді. Және ауруханада әкем сені атыңмен атап, сенмен сөйлескенін де естідім дейді. Хаял, сенің әкеммен араларыңда махаббат бар ма дейді. Сол сәтте Серхаттың анасы келіп қалады. Хаял, не айтып тұрсың, ұят емес пе? Серхат пен Бирак бақытты зайырлы отбасы. Екеуінің махаббаты бәріне мәлім дейді анасы. Седев, жоқ, мен ол кезде Серхатпен кездейсоқ көрісіп қалдық дейді. Иә, екеуінің махаббатына ешкім қарсы тұра алмайды дейді Седев. Зейнеп қонаққа келгендердің әрқайсысынан күдіктеніп, біреуінің майлығын, біреуінің стаканын, біреуінің шанжығышын алып, барлығынан ДНК тестін жасатам дейді. Серхат ауруханаға келеді. Бейнежазбаны қараса, Биракқа лилия гүлін ағасы Джан әкелгенін көреді. Туған күн кешінде Азра Джанға келіп, сен маған әлі де ренжулісің бе? Сен мен үшін барлығын жасадың, ал мен сені абақтыда жағдайыңды білуге де бара алмадым дейді. Джан, тыңда Азра, мен ол адамды өлтірмегенімді сен ғана білетінсің дейді. Азра, Джихан саған баруға рұқсат етпеді дейді. Әрине, сен қазір Азра тыжырсың. Баяғы даяшы Азра жоқ дейді Джан. Джан кетіп бара жатып, Кадырдың отырғанын көріп жанына барып, неге жалғыз отсың? Туған күн кешіне бармадың ба дейді. Кадыр, жоқ, Серхатпен ренжіп қалады дейді. Жоқ, Серхат саған ренжулі емес. Бұл жағдайға сенің жазығың жоқ. Сенің анаң да ренжіген кезінде шашын осылай ұстайтын дейді Джан. Бірақ екеуміздің әңгімемізді ешкімге айтпа деп кетіп қалады. Сол сәтте Зейнеп те келіп, Кадырдың да бір-екі тал шашын ДНК-ға тест тапсыруға алады. Серхат ауруханадағы бейнежазбаны көріп, Кадырдың әкесі мүмкін Джан ба деп күдіктене бастайды. Серхат, сен абақтыдан шыққанда сені қонақ үйге жайғастырмақшы едік, бірақ Бирак қарсы болған еді. Сен Биракқа ренжіген жоқсың ба? Сен абақтыға түспей тұрғанда ол сені жақтыртпайтын, және сен де оны. Иә, рас, біз тіл табыспайтын едік дейді Джан. Серхат, бірақ сен бүгін Бирактың жақсы көретін лилия гүлін алып барыпсың. Онымен ұзақ сөйлестің. Неге дейді. Джан, тыңда, иә, біз жақсы араласпадық, бірақ мен абақтыда болғанда бауырларым боп келмедіңдер. Ал Бирак деп Джан арғарай айтпай қояды. Баяғыны қазбалай берме дейді. Серхат Нежет бейге қоңырау шалып, ағам абақтыда болғанда кім келгенін біліп бер дейді. Серхаттың анасы Серхатқа қоңырау шалады. Қыздардың Седевке айтқан әңгімесін айтады. Қыздарға Зейнептің дұрыс тәрбие бермей жатқанын айтып, Серхатқа бала күтушіні ауыстыр дейді. Джихан Серхат Зейнепті жұмыстан бәрібір де шығармайтынын айтады. Азра таңырқап, неге? Біз білмейтін жағдайды сен білетін сияқтысың дейді. Кешкісін Серхат үйіне келіп, Зейнепке, анам солай ойлап жүрме? Мені Седев пен Бирактың көзіне шөп салды дейді. Зейнеп, тек ол кісі ғана емес, қыздар да солай ойлап жүрген болар. Өйткені анасы комада жатса, ал әкесі еш уайымсыз жайбарақат жүргендей көрінеді оларға. Зейнеп, мүмкін Кадырдың әкесі жаныңызға жақын тартқан туысқандарыңыздың бірі болып шығуы мүмкін бе дейді. Серхат, неге олай айттың? Білетінің бар ма дейді. Серхат, мен қыздарым үшін өз-өзімді ұстап жүрмін. Әйтпесе мына үйді басыма көтеріп, тас-талқанын шығарып, Бирактың естеліктерін бәрін құртар едім дейді. Сөреде тұрған Биракпен түскен суретін ашумен жерге лақтырып сындырып жібереді. Сынған дыбысты естіп, екі қызы не болды деп, неге анамның суретін сындырдың дейді. Зейнеп, жоқ, әкең емес, мен байқаусызда құлатып алдым дейді. Хаял, әке, сен анама опасыздық жасадың ба дейді.
серхат: жоқ, ант етейін, анаңды кездестіргелі ешкімге көз салмадым дейді. Екі қызы әкесін құшақтап жылайды. Сендердің барыңа шүкір дейді әкесі. Зейнеп қыздардың дайындығына, сабағына қарайласады. Сендер әпкелі сіңлісіңдер, бірі-біріңмен тату болыңдар дейді. Таңғы аста қыздар Азыраның сумкасына көзі түседі. Сумкаң әдемі екен, көрсем бола ма дейді Илким. Джихан: ұнаса саған да алып берейін дейді. Илким: бұл көшірме екен, түпнұсқасында қоңыр қызғылт түсті этикеткасы болады, интернеттен көріп айтады. Ал мұнда этикеткасы жоқ, қара деп телефонынан көрсетеді. Джихан: мүмкін емес, ол қымбат ақшаға алынған дейді. Серхаттың анасы: қыздар, мектепте тәртіпті болыңдар, аналарының артына кір келтірмеңдер дейді. Қыздар орындарынан тұрып сабаққа кетеді. Серхат анасына: неге қыздарға олай дейсің? Өздері біраз уақыттан бері енді күліп жүрген еді. Анасы: Серхат, ананы ешкім ұмытпайды. Бұл үйде Берак өзі болмаса да, осы үйде жүргендей дейді. Джихан Азыраны спорт залға барамыз деп алып кетеді. Азыраға: қазір сол сумка алған жерге барамыз, қалай болғанын білеміз. Немесе сен бірдеңе бүлдірдің